Сәлем достар, Бобби Пай тортын дайындаймыз. Керек заттардың барлығын описанияға қалдырдым. Алдымен шоколадымыз бен сармайымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Ыстық дайын жұмыртқаға құятын болсақ, қожымыз көтерілмей қалады. Соның үшін алдын ала дайындап қоямыз. Жиырма диаметрлік формамызға бумагамен бортик жасап аламыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып, аппақ болғанша миксерлейміз. Үстінен дайын болған шоколадымыз бен сармайымызды құйып, бір миксерлеп жібереміз. Ұнымызды какао разрыхлителіне араластырып, 3 бөліп саламыз. Және де жақсылап бір миксерлеп жібереміз. Дайын болған массамызды дайындап қойған бортиктерімізге 4-ке бөліп саламыз. Шпательдің көмегімен тегістеп шығамыз. Шпатель болмаса, қасықпен тегістесеңіздер болады. градуста 10-12 минут пісіріп аламыз. Осындай әдемі қождар пісіп шықты. Кремін дайындаймыз. Творожный сыр, маскарпоне және де сахарный пудраны бір араластырып жібереміз. Үстінен сливки құйып, миксерлейміз. Осындай масса шығу қажет. Мешогымызға насадкамызды салып, қаласаңыз кремді 3 бөлікке бөліп алсаңыз болады. Видеодағыдай бірінші крем жағып, үстінен қожымызды қойып, осындай әдемі шариктер шығарамыз. Үстінен екінші қожамызды қоямыз. Астындағы шариктер мен үстіндегі шариктері бір-біріне сәйкес келуі қажет. Ең жоғарғы қожамызды қойып, кремімізді жағып, холодильникте 3-4 сағат қалдырамыз. Шоколадные потеки дайындаймыз. Шоколадымызды және де сливкемізді араластырып, микроволновкада ерітіп аламыз.
Бөлме температурасында 10 минутке қалдырамыз. Патёкеміз дайын. Видеодағыдай 2 бөліп құйып, осындай сәндеп шығамыз. Қалағаныңызша әрлесеңіз болады. Мен жеміс жидектермен әрледім. Видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыз және де маған тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын, дайындап көріңіз.